Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін сіздерге мына Pink Surprise княжық туралы айта кетейін. Бұл княжық қай жерден бастап өсетін болса, сол жерден бастап гүлдейтін болады. Міне. Бұндай қасиет көп климатистерде бола бермейді, кейбірінде ғана болады. Бұның гүлі ашық фиолетовый. Негізі мен басқа жаңағы княжық алған едім, бірақ маған бұл пересортпен келді. Процветоктан алдым. Жалпы процветоктың климатистері, княжықтары өте жақсы. Тек енді менде 1-2 рет қана пересорт болды. Ондай енді болып тұратын шығар барлық жерде, бірақ жалпы материалдары өте качественный деп айта аламын. Бұл да ана екінші климат жаңа княжығым сияқты гүлі сондай бір сәл кішілеу сияқты, оған қарағанда оның гүлдері сәл ірілеу. Бірақ мына төменгі жағында сәл гүлдері басқаша. Сәл кіші сияқты. Бұның гүлдері бір 4 сантиметрлік сияқты. 4-5 сантиметр. Негізі бұның жасы мына жердегі княжығымен бірдей. Бірақ еккен жылы күзде балдар мына жерде ойнап сындырып тастаған. Келесі жылы сол түбінен шығады бұл. Егер сынған жағдайда бұны өліп қалды деп ойламаңыздар, түбінен шығатын болады. Өйткені мынау жалпақ емес, анау сияқты. Өйткені бірталай талын балдар түбіне дейін сындырсап, сол шыққаны. Бірақ көп жетеді деп ойлаймын, бірақ бойы бірдей. Тек мына көлем жағынан, жалпақтық жағынан өте сиректеу. Енді сынған жағдайда түсінуге болады. Барлық мұздай региондарға кеңес беремін. Осылай мысалы үйлеріңіздің жанын, арка немесе беседкалерді әдемілейсіз, және оны алып тастаудың қажеті жоқ бұны. Бұл ешқандай 40 градус болсын, қандай аязға да шыдамды. Өте таптырмас өсімдік. Бұл бір жақ жер міне қазір гүлдеп болды ғой. Енді бұйырса осы мына әрбір мына пазуха дейді ғой. Осының бәрінен қайтадан жоғары қарай өрмелейтін лианалары өседі. Сол лианасы өзі өсетін жеріне дейін өсіп болғаннан кейін бұл княжық қайтадан гүлдейді. Бұның бір жақ жері екі жағынан көрінетін қылып егіңіздер. Егерде осындай княжық еккілеріңіздер, міне қараңыздар, мынау үйімнің кіреберісі. Әдемі болып тұрады. Жалпы ауламның әдемі болғаны өте жақсы көрем. Таза, әдемі болып тұрған. Сол нәрсеге қатты мән беремін. Барымша фантазиямды қосып, осылай неше түрлі нәрселер жасауға тырысамын. Сіздер де аулаларыңызды әдемілеңіздер, өте әдемі. Алыстан көрмеуі мүмкін, бірақ жақынан өте әдемі. Қараңыздаршы, қандай сұлу. Жалпы клематис княжықтарды көрген кезде, егер сізде аулаңызда жоқ болса, сіз оны көрген кезде өте ғашық боласыз, шын айтайын. Мен көрген кезде таң қалғанмын сондай. Артынан басқа клематистерім не істейді, гүлдейді, сол кезде көрсететін боламын. Бірақ өз көзіңмен көргендей болмайды әлбетте. Сау саламатта болыңыздар.